Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен крабовый салат, розовый фламинго деп аталатын салат жасайтын боламын. Шынымды айтсам, бұл салаттың соншалықты дәмді болып шығатынына сенбедім, себебі құрамы өте қарапайым ғана заттардан тұрады, және бұл салат менің жолдасыма қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Ең алдымен қызылшамызды алдын ала пісіріп аламыз. Терканың ұсақ бөлігінен өткіземіз. Үстіне 1 штук сарымсақты үккіштің ұсақ бөлігінен өткіземіз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Егер қызылшаны пісіру кезінде тұз салмаған болсаңыз, араластыру барысында кішкене ғана тұз қосып жіберсеңіздер болады. Одан кейін формамызға саламыз. Менде форма болмағандықтан майонездің желегін осындай форма қылып жасап алдым. Салынған қызылшамызды бір тегіс етіп, қасықтың көмегімен басып шығамыз. Үстіне майонез себеміз. Одан кейін 2 дана жұмыртқамызды үккіштен өткіземіз. Жұмыртқаны өткізетін кезде бірінші ағын бөлек алып аламыз. Яғни бірінші ағын бөлек алып үккіштен өткіземіз. Одан кейін үстіне майонез себеміз. Сонан соң барып жұмыртқамыздың сары уызын үккіштен өткізіп себетін боламыз. Барлығын орналастырып бір тегісті еткеннен кейін үстіне майонез себеміз. Одан кейін плавленый сыр қосатын боламыз. Барлығын бір тегісті етіп жайып аламыз. Одан кейін үстіне тағы да майонез қосамыз. Егер майонездің көп болғанын қаласаңыздар, көп мөлшерде қоссаңыздар болады. Ең соңында осындай краб таяқшаларын қосатын боламыз. Мен 6 штук краб таяқшасын қолдандым. Барлығын үккіштен өткіземіз. Формамызға салып болғаннан кейін осылай укропты майда етіп тураймыз. Туралған укробымызды бетіне төсеп саламыз. Укроптың дәмі салатымызға ерекше дәм береді. Құрметті достар, менің каналыма жазылмаған болсаңыз, видеоны бірінші рет көріп, менің каналыма бірінші рет кіріп тұрсаңыз, міндетті түрде видеоны көріп болғаннан кейін каналыма жазылып тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Жан-жағын, мінекей астын әсемдік үшін тағы да бір рет осылай укроптармен өзіңіздің фантазияңызға қарай укроппен әсемдеп сәндесеңіздер болады. Бірақ міндетті түрде укропты осы салатқа қосыңыздар, себебі дәмі салатқа ерекше дәм береді. Мінекей мен укроптарды барлығын орналастырып шықтым. Бұл салатты кез келген уақытта дайындай берсеңіздер болады. Күнделікті дастарханыңызға дайындасаңыз да, қонақ келгенде дастарханыңызға әсемдеп қойсаңыз болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Каналыма тіркеліп қойыңыз. Ас болсын.